қыз-келіншектер, бүгін біз арықтауға арналған детокс немесе смузи дайындаймыз. Оған алдымен киви керек, петрушка керек және кефир 1 стакан және 1% керек. Кивиді кубик қылып тураймыз да, петрушканы аздан қосып, осылай блендермен еземіз. Және бұның сіздерге айтайын, кешкі уақытта, яғни кешкі ас кезде, кешкі астың орнына ішсеңіз болады. Бұл смузи тек қана арықтатып қана қоймайды, адамның бет күтіміне де пайдасы зор, және денсаулыққа да керек витаминдерді қамтамасыз етеді. Шаршап жүрсеңіз, осы витаминді ішіңіз, иммунитетіңізді көтеріңіз. Артық салмағыңыздан арылып, әдемі болып, көктемгі мезгілге құлпырып, шайнап көркейе беріңіздер. Қыздар, осы рецептпен жасап көріңіздер және результатымен бөлісіп отырыңыздар. Тек қана осыны ішіп қана қоймай, жаттығу жасаңыз, басқа да бір керек су ішіңіз, тағы да бір қосымша әрекеттер жасаңыз, артық салмақтан арылыңыз. Сіздермен болған Салтанат. Мені каналыма тіркеліп кетіңіздер және лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Осындай сұйық болып шығады, осындай ыдысқа құйып, жаймен ішіп жүре беріңіз. Сау болыңыздар.